Лидо сахнаға қайта оралмақ. Әншінің үшінші сәби Рамис дүниеге келгеніне 7 ай толысымен Лидо шығармашылығын қайта қолға алуға бел буды. Бұл жолда алғашқы қадамдарының бірі әнші Бейбіт Қушқалиевпен орындалған дуэт. Мне позвонили с этого. Маған музыкалық жобадан хабарласып, Наурыз мерекесіне орай бағдарлама жазамыз. Бейбітпен дуэтте ән айтуға қалай қарайсыз деді. Мен Бейбітті баяғыдан танимын, әрі шығармашылығын да ұнатамын. Осылай біз Чита Грита әнін өзіміздің нұсқамызда айтып шықтық. Енді жеке бір дуэт жазбақшымыз. Жаңа дуэт жазуға шабыттанып жүрген шығармашылық тандем оған бейнебаян түсіру туралы идеяны да есінен шығармайды. Бірақ қайткенмен де бұл уақыттың еншісінде. Мен де қуаныштымын, Лидо ханыммен бір сахнада бір әнді сізге қарап па? Мен де қуаныштымын, Лидо ханыммен бір сахнада бір әнді айтып, осылай тамаша өнер көрсеткенімізге. Енді жаңа айтты ғой, жоспарымызды Құдай қаласа соны жасауға тырысамыз. Ол енді бірінші ән жазылса, ары қарай көре жатамыз. Шығармашылық өз алдына, ал еліміздің демографиясына үлес қосу туралы да ұмытпаған жөн. Лидо ханым да өзінің батыр ана болғысы келетінін жасырмайды. Как Аллах даст, конечно, как Всевышний. Бәрі Алла тағаланың қалауымен болады. Әрине, көп балалы ана болғым келеді. Денсаулығым жақсы болып, мүмкіндік болса, 4-ші баланы да дүниеге келуге дайынмын. Ал біз өз атымыздан батыр ана алқасына ие болуды тілейміз. Онымен қоса Бейбіт Қушқалиев пен авторлық әнге жазылған дуэтті де асыға күтетін боламыз.